Әйел құпиясы газетінің жаңа номерін сатып алып, рахаттана оқып жатқанында біреу көшеден ысқырғандай болды. Іле-шала иттің абалаған даусы шықты. Қанша жақтырмасам да бүлгін болды екен деп сыртқа шықсам, жаңадан көшіп келген көршім екен. Үйде келін жоқ, сұлу келіншектердің жалаңаш суреттерін армансыз көріп мауқыңды басып отырсың бәнім, деді ол, кісі әзіл шынын араластыра сөйлеп. Әйтсе де ол қыршаңғы қалжыңын онша жақтыра қоймағанымды қабағымнан сезген ол кісі енді байсалды кейіпке көшуге тырысты. Сосын есіне бір нәрсе түскендей күйзеле күрсінді. Иә, жүрекке әмір жүрмейді деген рас екен ғой, деді көзі менде болғанымен ойы басқада болған көршім, алыстан мұнартып көрініп тұрған Қаратауға ойлана қарап. Бұдан аттай 25 жыл бұрын, яғни 40 жасымда Батыс Қазақстан облысына жолым түскен еді, деп бастады әңгімесін одан әрі көршім. Мектепте бірге істейтін Аралбай досым қоймады. Ақыры каникулда жүрміз ғой, Оралға алма апарып сатайық, біраз қаражат табайық деп. Сонымен ауылдан жаздық алмалар жәшіктерге толтырып, Орал қайдасың деп пойызбен жөнеп кеп бердік. Мен өзім әу бастан саудаға жоқ адаммын. Қасымдағы Аралбай вокзалға түсе салысымен, алма алыңдар халайық, Шымкент іске алма деп бірден қақсап зарнап кетті. Бірақ сонда да ол күні өтіп жатқан алмаларымыз шамалы болды. Сендерді қайтам, мен өзім көп сериалдық мексикалық кино десе ішкен асын жерге қоятындардың бірімін. Сол жылдары Байлар да жылайды деген кино теледидарда жүріп жатқан. Кинодағы сүйкімді Мариананы сағынып өліп барам. Тіпті өз әйелімді де олай сағынбаған шығармын сірә. Сонымен алмаларымның тағдырын Аралбайға тапсырып, өзім кино көретін үйді іздеуге кірістім. Көп жүрдім бе, аз жүрдім бе, есімде жоқ. Әйтеуір бейтаныс қаланың шетіне орналасқан шағын үйлердің бірінің есігін нар тәуекел деп қақтым. Үйден 4-5 жасар қыз бала шықты. Кім бар үйде, айналайын дедім, тұлымшағы желбіреп тұрған қыздың басын сипап. Мамам бар, деді кішкене қыз тілін шайнай сөйлеп. Айтып жіберші мамаңды. Қыз ішке кіріп кетті. Сәлден соң орта бойлы, талдырмаштау денелі, үлкен қап-қара көзді, қар мұрынды, ақ құбашалау келген әдемі келіншек көрінді. Үстіне жеңіл халатын іліп, орамалын бұйра шашын шарт орай салған келіншек бөгде кісі мені көріп шамалы сасып қалды. Аман ба айналайын деп мен жалбақтай амандастым. Бұрын мүлде кездестірмеген, я болмаса көрмеген адамына көз үйренбеген келіншек ернін болар-болмас жыбыр еткізді. Бірақ онысын білдірмеуге тырысып, шамалы күлімсіреген болды. Мен қаруынан оқта қарша боратқан жауынгерге асыға аптыға келген шаруамды айта бастадым. Кино көрсеткен үшін құр қол тастамайтынымды да жұқалап еткіздім. Ой, о не дегеніңіз аға? Теледидар үшін ешқандай да ақшаның керегі жоқ. Көрем десеңіз көріңіз. Қонағын көкірегінен итердің қазағыңыз біз емеспіз. Жақсы, онда айналайын, кешірек соғармын. Үйді көріп алдыңыз ғой, адасып кетпейтін шығарсыз. Жамбыл көшесі 268-ші үй. Кешке құр қол барғаным жарамас деп бір пакет алма, 4-5 кило қияр мен қызанақ, жуандығы білектей шұжық және бір бөтелке қымбаттау арақты сумкама салып алдым. Осылайша артынып-тартынып келсем, келіншектің өзі сыртта тамақ дайындап жүр екен. Мені көріп күлімдеп сала берді. Қане жүріңіз аға деп үйге бастап жүрді. 4 бөлмелі үйінің залына жайғастық. Жалпақ үстелінің үсті түрлі тағамдарға толы. Көп күтіп қалдыңыз ба аға? Қырсыққан дәшейінде келіп тұратын су болмай, көршіден шелектеп тасуыма тура келгенін қарасаңызшы. Киноңыз 8-де басталатын беді, қойып көре бермедіңіз бе деп сөйлей жүріп, теледидарды іске қосты. Еш оқасы жоқ, айналайын, кино әлі басталған жоқ қой деп, мен де барынша сыпайылық танытып жатырмын. Содан сүт қатқан чайды сораптап ішіп отырмыз. Сериал басталғанша танысып алдық. Есімі Назым екен. Мамандығы дәрігер көрінеді. Бірақ қазір үйінде отырғанға ұқсайды. Неге қызметте жоқсың деп онша қазымырланып сұрай қоймадым. Өйткені оның маған қажеті қанша. Мен де өзімнің мұғалім екенімді, Түлкібас ауданында тұратынымды, 5 баланың әкесі екенімді, осында алма сатуға бірінші рет келіп тұрғанымды жасырмай айттым. Назым мен әкелген алмаларды ортаға шығарды. Қияр мен помидорды аса бір ұқыптылықпен турап, үстіне аздаған тұз септі. Сосын үстел астынан стакандарды арағымен қоса шығарып, мөлтілдетіп құя бастады. Адамға қарап күліп сөйлегенде екі бетіне пайда болып кететін әдемі шұқырларда әр пендені өзінен тықтыра түседі екен. Спорттық жеңіл киім киген оның төсінде төңкерілген кеседей қос анары мен мұндалап тұр. Одан әрі талшыбықтай жіңішке бел басталады да, ұлғая келе бар еркектің есін алып, ұйқысын қашыратын, өзіне қарай магнитше тарта түсетін май құйрық ауылына ауысады. Балпиған жалпақ емес, шидеген жіңішке де емес, жаратқанның өзі шебер мүсіндеген құлын мүше,
бөкселі аймаққа бір көзің түсіп кетсе, одан қайта ала қоюың өзі қиындау екен. Осынау сиқырлы жерден уықтай түзу аяқ, жуан балтыр, соқпақ жолға еркін түсіп кеткендей әсер қалдырады. Демалғаны білінбей майысып шай ішіп отырған келіншекке сұқтана қарап отырғанымда әттең-ай, кеш біліп қалдым. Не болды соншаға? Көп қарадыңыз ғой. Случайно көзіңіз тиіп кетіп, қатты ауырып қалсам қайтесіз деп Назым сықылықтай күліп жіберді. Мен әрине қатты ыңғайсызданып қалдым. Шай ішіп отырмыз, кино бітіп қалған. Әңгіменің басын бір шаламыз. Шынымды айтсаң, әңгімеге онша құлқым жоқ. Бар есіл-дертім сұлу келіншекке ауған. Алғаш қанша тартыншақта барақ ішпеймін деп тулағанмен қоймай жүріп ішкіздім. Аққұба өңі қызарып, ерекше алабұртқан Назымнан көз алғым келмейді, қарай бергім келеді. Күлгенде пайда болатын бетіндегі әдемі шұңқырдың ізі, жалсыз еткен көз қарасы, сыңғырлай шығатын әсем күлкісі мені өзіне тартып бара жатты. Теледидардан шыққан ғажайып музыка мен әппақ саусақтар майыса шай құйып отырған Назым маған жерде емес жұмақта отырғандай болып көрінді. Тұла бойым дуылдап, жас келіншекке деген сезімім алаулап басыма шықты. Назым өз өмірін жолдарын тоқтаусыз айтып жатыр, ал мен оны шайнамай жұтатын аюшы сұқтанып өліп барам. Бір-екі рет оның шай ұсынған қолы менің қолыммен тоқтайласып та қалды. Ай шіркін, мына алабұртқан алма бетіне бетімді тақап, қыр мұрнын майыстыра сүйіп, ана оймақ ерінге сүлікше қадалар ма еді. Шайды да арақты да ішіп болдық. Мен қайтуға әзірленіп сыртқа шығып қолымды жуып жатқам. Назым самаурынның күлін төгіп жанынан өте бергенде қолынан шап беріп ұстай алдым. Не болды сізге аға деп Назым аузын ашқанша болған жоқ, жаралы жолбарысша бас салдым. Жайынның аузындай үлкен аузымды Назымның томпақ еріне жабыстырып үлгердім. Алғаш не болғанын ұға алмаған сұлу келіншек біраз қарсылық көрсетем дегенше мен талай шаруаның басын қайтарып тастадым. Күтпеген тегеуленге шыдай алмай тұншығып бара жатқан оның ернін қоя бердім де үлкен тана көздерінің айналасын шөпілдете ұзақ әрі тамсана сүйе бастадым. Одан әрі ақ мамықтай үлбіреп тұрған тамағына ауыз салдым. Қою қара шашының ұйпа-түйпасын шыққан Назым менің құшағымнан сытылып шығып кете алмай әлек болуда. Ойбай жіберіңізші аға, құдай үшін, не болды сізге, жас бала құшап деп үздіге үн қатады. Одан әрі құшағымнан әрең босанып шыққан Назым, ух жаным-ай, өлтіріп жібере жаздадыңыз ғой деп жерге сусып түсіп қалған орамалын тарта бастады. Алқа-салқасы шыққан омырау тұсын қайта жөндеді. Не болды сонша аға? Жоқ әлде мас болып қалдыңыз ба деп мен жаққа бұрыла бергенде мен оны қайта құшағыма тарта түстім. Бұл жолы ол маған қарсылық көрсеткен жоқ. Тек басын иығыма сүйеп, дір-дір еткен қалыпта тұра берді. Мен тынымсыз сүюімді одан әрі жалғастыра бердім. Ертесіне межелі уақытында киноға тағы келдім. Кішкене қызын ерте ұйықтатқан Назым екеуміз оңашада отырып тағы да арақ іштік. Кешегідей емес, бұл жолы Назымым икенге тек көніп қалыпты. Маған ықыласы түскен соншалық қонақ үйге қайтарған жоқ. Төрге қалың етіп төсек салып берді. Сосын аса көп зарықтырмай-ақ табақ аяғын жуып болған соң менің қойныма жайраңдап кіріп келе жатты. Осы күннен соң-ақ біз енді күнде жолығып тұратын болдық. Шынын айтқанда сауда да аралбай да жайына қалды. Бар есіл-дертім Назым сұлуға ауып кетті. Кешке кино көруге асығып келем. Ол да әзір отырады. Одан әрі Назым кішкене қызын ұйықтатады. Сосын махаббат хикаясын бастаймыз. Назымның не ойлап жүргенін білмеймін, ал мен оны көрмесем тұра алмаймын. Күндіз саудада жүргенде де бар есіл-дертім Назымға ауып тұрады. Оның бет-әлпеті, сымбаты, фигурасы көз алдымнан кетпейді. Тәттіге балалар қалай ғұмыр болса, мен де Назымға сондай ынтық болдым. Мені жамандамасаң жамандай бір інім. Құмарлықтың ең шырқау шегіне жеткенде мен бәрін де ұмытып, оны жеп қоя жаздаймын. Қол жеткен жердің бәрін аймалап, бір сол үшін тіпті өліп кетуге әзір екенімді байқадым. Бір жолы Назым екеуміз тағы бір махаббаттың мұхитына сүңгіп жатқанда әлдекім ту сыртымыздан күрсініп жібергендей болды. Мен елең ете қалып жымысқы қимылымды тез арада тия қойдым. Соның артынша ер адамның жөткірінген даусы естілді. Бұл кім дедім, қойнымда жатқан Назымға сезіктене үн қатып. Кім болушы еді, күйеуім ғой деді ол жайбарақат. Мен сасқанымнан орнымнан ұшып тұрдым. Жә, саспай-ақ қой, ол жүре алмайды деді Назым орнынан тұрып жатып. Менің жасым 27-де, ал күйеуім менен 12 жас үлкен. Биыл 39 жасқа толады. Бұдан 3 жыл бұрын күйеуім жол апатына ұшырап бел омыртқасын зақымдаған болатын. Содан бері орнынан тұра алмайды. Тамақты да жатып ішеді. Ендеше күйеуім бар, осында тұрады деп басында неге айтпадың? Екеуміздің ара қатынасымызды білсе ұят болмай ма? Көзіне шөп салғаныңды білсе саған ренжитін болды ғой деп мен шырылдай түстім. Назын шашын түзеп жатып,
Мұның ешқандай да ұяты жоқ, өйткені маған бұл іспен айналысуға күйеуімнің өзі рұқсат берген деді. Сол түні түнімен ұйықтай алмай шықтым. Әшейінде өліп тұратын Назымға да онша ықыласым болған жоқ. Қанша дегенмен бөрік киген еркек емеспіз бе? Өзімді Назымның күйеуі алдында өте айыптымын деп сезіндім. Ертесіне Назымның көрсетуімен қарсы бөлмеге кірдім. Шағын ғана бөлмеге жалғыз кроват қойылыпты. Ақ төсектің үстінде шашы бұраланып өсіп кеткен кең иықты бидай өңді жігіт кітап оқып жатыр екен. Жанындағы тумбочканың үсті толы кітап, журнал, темекі тұқылын тастайтын шыны ыдыс та сол жерге қойылыпты. Менің амандасқаныма селқос қана ернін жыбыр еткізді, бірақ қолы қарулы екен. Саусақтарымды сындырып жіберердей қыс амандасты. Мен қысқаша өзімді таныстырып өттім. Мұнда алмат сатуға келгенімді, мұғалім екендігімді, теледидар көруге осы үйге келіп жүргенімді жасырмадым. Мен бәрін де білемін, деді өзім болатпын деп таныстырған жігіт. Өйткені сіз туралы Назымның өзі айтқан. Өзім милиционер болып істегенмін. Кезінде қыз келіншектермен де армансыз жүргенмін. Назыммен де кездесіп кеште үйлендім. Осыдан 3 жыл бұрын көлік апатына ұшырап осындай ауыр халге тап болдым. Дәрігерлер өмірімді алып қалғанымен тік басып жүруіме септіктерін тигізе алмады. Бұлай қор болып төсекке таңылып жатқанша өлгенім жақсы деп талай жолы дәрі ішіп өлмекке бел байладым. Бірақ көріп тұрсыз ғой, өмірімді қиып кете алмадым. Өзімнен күш-қуат кеткен соң Назымға рұқсатымды бергем. Бекерге жас өміріңді өксітпе жаным, күліп ойна, бар өмірдің қызығын көр деп. Бірақ маскүнемдер мен жастарға жолама деп ақыл айттым. Өйткені олар тұрақсыз келеді. Үйіңе күнде келіп мазаңды алады. Сен мүмкін болса ақыл тоқтатқан 40-60 жастың арасындағы адамдармен қарым-қатынаста бол дедім. Бұлай айтпауға да малым қалмады. Себебі маған бұлардан басқа жанашыр да қамқоршы да жоқ. Құрбекерге араз болып теріс қарасам, біріншіден адал қосылған жарымнан, бүлдіршіндей қызымнан айырылам. Екіншіден маған ешкім де қол ұшын созбайды. Өйткені мен балалар үйінде өскен жанмын. Не көрсем де осылармен бірге болайын деп шештім. Өзім тағдырдың тауқыметін көп көрсем де, жарым көрмесін деп рұқсат бергем. Сондықтан да сіздің менің алдымда айыпты болатындай жағдайыңыз жоқ. Қайта Назымның көңілін көтеріп ерекше жағдай жасаған сізге рахмет. Әйелім шатты жүзін көруден басқа менде арманда қалған жоқ аға, деп жарым жан жігіт кемсеңдеп жылап жіберді. Құдай-ай, ер азаматтың дәрменсіз жылағынан басқа қасірет бар ма екен бұл жалғанда? Жігерім құм болып, көңіліме оған деген аяныш сезімі бой көрсетіп, сол бөлмеден құр сүлдерім әрең шықты. Ертесіне Назыммен де күйеуіммен де жылы қоштасып елге қайттым. Мынау сенің алмадан алған тиемелің деп Аралбай маған біраз ақша ұсынды. Бірақ одан менің көңілім көтеріле қоймады. Міне осылайша ауылдан көңілді шығып, мең-зең күйде сең соққан балықтай мәңгіріп оралдым. Содан бір жылдай өзім келе алмай алыста қалған, мұң арқалаған отбасын ойлап, ішкенім ірің, жегенім желім болып жүрді. Ай зырмараған уақыт-ай, оған да міне 20 жылдай болып қалыпты-ау. Бірақ оларға деген аянышым әлі де басылар емес. Кей-кейде науқас жігітке қиянат жасап қойдым-ау деп, өзімді өзім жазғырып та қоям деп, тынымбай көршім әңгімесін тағы күрсінімен аяқтады. Ал мен бұл әңгімені ұмытып қалмай тұрғанымда қаз қалпында оқырмандарыма жеткізуге асықтым. Асыққаным сонша, осы әңгімені шетін шығарған көршіме рахмет айтуды ұмытыппын.